Қазақтың дәстүрі құрақ құрайды, үйді сәндеп безендіру үшін әртүрлі түрлері болады бұлардың. Міне мынау ши құрақтар. Міне көрдің бе? Әдемі болып көрінеді әртүрлі құрақ. Мынау нелерге ұқсатып, аңдарға ұқсатып, соның мүйізіне, арқардың мүйіз құрақ дейді мынаны. Соған ұқсатып жасаған, әртүрлі түрде жасайды. Міне мынау құрама құрақтар. Әдемірек болып үйдің іші көрініп, әдемі болу үшін неше түрлі жасаған өсі болса, міне жастық жасаған, жастыққа тыс жасаған. Өсімдіктерге ұқсатып жасайды әртүрлі нелерді, құрақтарды, әртүрлі түрі болады. Бұл құрақтарды қыздың жасауына берген осылай жинап. Баяғыда көшпелі қазақ халқы негізі көшіп жүріп, мал бағып далада жүрген ғой. Сонда қазақ үй деген болады. Үйдің жүн неден тоқиды. Керегесі бар, ағаштан керегесі бар, шаңырағы бар. Солардың бәрінің үстіне киізді аяқпен жүріп басып, қойдың жүнін нені басады, киіз басады. Сонымен үйді жапқан. Балғы міне мына тұрғандарды көріп, мынау самовар деген шай қайнататын. Бұрын мынаның ішінде қазір бәрі тоққа айланды, тоққа тығады. Бұрын мына жерде от салатын оған мынасы, ішіне от жағып, мына жеріне бүйтіп труба қойып біз қайнататынбыз, от жағып, ағаш жағып. Міне сол жерде бәріне ойын салып не жасаған. Міне ағаш үйден ет табақ дейтін алады. Осы ет табақтарында қолдар сол жерде кішілері шебер болған. Бұнда да міне аңның бесін үйізін салып, әдемдеп сол жерде осындай нәрселер болған. Біз енді көрдік, нақ ортасында болдық, біз көрдік сендер көрдік. Қазір енді осы неше түрлі әдемі қылып жасап жатыр ғой. Қазіргі заман бәрі жетілген түгелі өркен деген заман ғой. Сендер сондай заманға тап болдыңдар. Біз қолдан жасалған нәрсені көрдік. Көрдің бе? Қандай болған. Сонда осындайдың бәрін жасауға қыздарға берген. Үйлерін онда да сәнде бұл сияқты бір оңтай үйде отырса да, үйлеріне неше түрлі әркім өзінің қолынан келген нәрсесі. Қабырғаның өзіне түскі қолмен, инемен, кәдімгі кестемен тоқып, жастықтардың тысына ақ материалдан тігіп, неше түрлі гүлді тігіп, жастыққа кигізіп қоятын. Түнде алып тастайды